Армысыздар, қадірменді әріптестер. Мен Сенбаева Әсәсер Сенбайқызы, Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмірі 193-ші жалпы білім беретін мектептің музыка пәнінің мұғалімі, педагог зерттеушімін. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы жыр және терме өнері арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттау деп аталады. Бұл 5-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарлама. Бағдарламамның мақсаты қазақ халқының терме және жыр өнерін зерттеп, тыңдаушыларға рухани құндылықтарды жеткізу арқылы ұлттық сана мен мәдениетке деген қызығушылықты арттыру. Бағдарламамның міндеттері: терме және жырды тыңдау арқылы білім алушыларда ұлттық тәрбиені қалыптастыру, білім алушылардың шығармашылыққа ынталандыру, терме және жыр саласының саңлақтарымен таныстыру, білім алушыларды терме айтуға дағдыландыру. Бағдарламаның өзектілігі: терме қазақтың ауыз әдебиетінде, музыка және өнерінде ерекше орын алатын жанр. Ол терең ойларды, тәлімдерді, рухани және мәдени құндылықтарды өлең түрінде жеткізетін дәстүрлі өнер түрі. Терме көбінесе домбырамен, кейде қобыз немесе сырнаймен орындалады. Оның мақсаты тыңдаушыға даналық пен тағылым беру. Жыр қазақтың эпикалық және лирикалық дәстүрлерінің негізі болып табылатын ауыз әдебиет жанры. Ол аңыз, дастан, батырлар тарихы, халықтың арманы мен мұратын, табиғатқа деген сүйіспеншілігін, адамгершілік пен батырлықты жыр түрінде бейнелейді. Жырлар көбінесе эпикалық сарында жазылады. Бірақ лирикалық жырлар да кездеседі. Жырды домбыра, қобыз сияқты ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен жыршылар орындайды. Қазіргі таңда әр білім алушының бойында өлеңге, шешендікке, ақындыққа деген қызығушылығы аздау болып тұр. Ал осы бағдарлама өз ұрпағымызға өнеге үйрететін, айналасына ақыл салатын, тыңдаушының құлағына құйып, санасына сіңіріп, жүрегіне ұялата білетін мұғалімдерге қосымша нұсқаулық болып табылады. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже: терме және жырды тыңдау арқылы білім алушылар ұлттық тәрбиені қалыптастырады. Білім алушылар шығармашылыққа ынталанады. Терме және жыр саласының саңлақтарымен танысады. Білім алушылар терме айтуға дағдыланады. Тағы да бір айта кететін нәрсе: бұл бағдарламаны мен көбіне жалпы қазақ жерінде 5 дәстүрлі әнші жыршылық мектеп болатын болса, соның ішінде сыр термесіне баса назар аудардым, және де халық термелеріне, халық әндеріне де баса назар аудардым. Алдарыңыздағы жаңа оқушым Қуандық Азамат дәстүрлі әнші, термеші. Бұл енді халық композиторларының әнінен үзінді орындап береді. Қабыл алыңыздар.